Ассаламу алейкум баршаңызға. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз тәштит. Тәштит дауыссыздың қосарлануы деген сөзді білдіреді. Араб сөздерінің құрамында қосарланған әріптер кездеседі, бірақ олар қазақ тіліндегі қосарланған дыбыстар сияқты әріп күйде екі қайтара жазылмайды. Тек сол әріптің үстіне қосарланған дыбысты білдіретін белгі қойылады. Бұл белгіні шәдда, ал қосарланып оқуды тәштит деп дейміз. Демек, үстіне бұл белгі қойылған әріпті шәддәлі әріп деп оны қосарландырып, күшейтіп оқимыз. Сондықтан тәштитке ерекше көңіл бөлу керек. Оның дұрыс оқылмауы сөздің мағынасын өзгертуі мүмкін. Бұл тәштиттің белгісі әріптің жоғарында тұрады. Ол шәдда деп аталады. Мысал келтіріп жазайық. Мысалға, әммә деген сөз шәддамен келген. Енді бұл сөзді транскрипциясын ашып оқиық та, жазып көрейік. Әлиф, м. Бірінші м сукунмен келеді, және екінші м фатхамен келеді. Әммә, екі м. Шәдда дегеніміз екі м. Біріншісі әріп сукунмен келеді. Екіншісі қандай харакат берілді, сол харакатпен келеді. Тағы бір мысал келтіріп көрейік. Келесі сөзіміз иммә. Транскрипциясын ашып жазамыз. Им, бірінші әріп сукунмен келеді. Екінші мим әрпі фатхамен келеді. Ашып оқығанда иммә. Келесі бір тағы бір мысал жазып көрейік. Мен бұл сөздердің арабша мағынасын білмеймін. Просто мысал ретінде сіздерге келтіріп жатырмын. Мысалы, бурри деген сөз. Дұрыстап қарасақ, харакаты шәдданың астында тұр. Яғни бұл деген фатха емес, бұл деген кәсіра болып есептеледі. Себебі шәдданың астында тұр. Кәсіра болып оқылады. Фатха, дамма ол шәдда белгісінің жоғарында көрсетіледі. Жоғарында тұрады. Ал енді кәсіра белгісі ол шәдданың астында тұрады. Мысал келтірейік. Әммә, әмму, әмми. Міне тағы мысал, транскрипциясы ашып көрсетілген. Роббә, робби. Міне мына жерде байқауыңызға болады, кәсірі қалай жазылғаны. Роббу.